әйел адамға через страх емес, через удовольствие ақша келу үшін. Яғни қараңыздар, қайырлы күн, қалайсыздар, қалай жағдайларыңыз? Бүгін сабақ прям мощный сабақ болады. Прям обязательно көру міндетті түрде. Бүгін душа, разум, тело, установки, бізде бәріміз білеміз, установки деп береміз. Душа, разум, тело, установки, сезім, терапия. Яғни там так, қалай әсер етеді? Әйел адам жалпы женственный болу үшін, жалпы ақша келу үшін, әйел адамға через страх емес, через удовольствие ақша келу үшін. Яғни қараңыздар, әйел адамы екі жолмен ақша жолы келеді. Біріншісі ол страх, екіншісі ол удовольствие. Дедік, кеше, через страх келетін болса, то есть страх, напряжение. Напряжение – это мужская энергия. Мужская энергия. Через удовольствие келсе – это женская энергия. Женская энергияға. Ал егер мужской энергиямен келген ақшаға сен дұрыс емес нәрсе жасадың ғой, то есть табиғатқа қарсы шықтың ғой, онымен ты расплачиваешься чем-то. Айтады ғой бізде, чтобы достичь чего-то, нужно чем-то пожертвовать деп ше. То есть сен ұйқыңды, уақытыңды емес, анандай бір бала шағаңмен нужно пожертвовать, оларға тәрбие көңіл бөлмейсің, солардың вниманиясын, сонша нәрсені надо пожертвовать деген сияқты өте көп сондай нәрсе бар ғой. Бұл мужская сила арқылы. Бұл жерде сен не істейсің? Денсаулығыңды бересің. Ал мына жерде наоборот у тебя идет улучшение. Через женственность келетін болса, у тебя идет улучшение. Керісінше, наоборот, у тебя идет улучшение. Қайырлы күн. Енді бізде, Дана екен ғой, мен екі Дианам еді деп қоям ғой. Енді, чтобы пойти на женскую энергию, чтобы прийти на женственность, мы как себя должны вести и что в нас должно быть. Жалпы женственность, кешегі практика бар ғой, миды тоқтату деген, миды маткада ұстау деген өте мықты көмектеседі. Одан кейін мен былай жейтін тұғым тамақты ше. Тамақ жеп жатып басқа нәрселерді ойлап жататын тұғым. Себебі миым менің жұмыс жасап тұратын еді. Ми жұмыс жасамау керек әйелде ше, именно сезіммен өмір сүру керек та. Жаңа тамақ жеп жатқан кезде мен айдаладағы әр нәрсе проблема, бүкіл задача, реклама, не болып жатыр, анау деген сияқты нәрселер, бүкіл нәрсені ойлап отырып, и тамақ жеп дәмін сезбеймін да, тамақтың, әйтеуір тамақ жеп жатырмын. Ну, тәтті ма? Тәтті, окей, все. Ащы ма? Ащы, сезесің ғой, бірағандай бір каждый бір удовольствие алмайсың да. А женственностьті қалай көтереді? Маған ең мықты көмектескен нәрсе, ол тамақ жеген кезде каждый нандай глоток, каждый жеген, бәрін забываешь и просто отырып дейсің ғой. Попробуйте тамақ жердің алдында, опустите, кешегі практика бойынша, миды опустите в матку. Какой-то секунд қой, мысленно продышаться, мозг отпустить в матку и попробуйте сол состояниемен тамақ жеп ше. И каждый тамақтың ішіндегі молекула бар ғой, каждый атом молекула бәрін вкусын сезіне бастайсың. Деп ше, вау, деп ше, понимаешь, вот оргазмировать, женщины должны везде оргазмировать. Оргазм не только получать в сексе, оргазм можно получить везде. Когда ты пьешь, ты должна оргазмировать, оргазм получать везде. Сабақ беріп жатсың ба, должна получать оргазм. Енді бүйтіп қанша етіп тұрмайсың, конечно, бірақ анандай да, такое блаженство болу керек да. Тамақ жеп жатсың ба, блаженство. Каждый нәрседен ты должна получать удовольствие и блаженство, да.
ойбай ондай қайда, ондай. Мен бірінші осы сөзді естіген кезде ойбай Құмаш қайдағы ондай сөз деген, ты что, ойбай құрсын деп, еще яд ойбай деген сияқты болатын еді. Бірақ енді ешкім көріп тұрған жоқ қой, мен ішкі состоянием мақұл істеп көре салайыншы ал дедім да. Мысалға андай мен жалаңаш жүр деп атқан жоқпын, или там жалаңаш жүр дегенде айтқан жоқ қой, мен жалаңаш жүрейін деп атқан жоқпын. Просто сөйтіп істеп көрейінші қалай болады екен деп, я просто так попробовала. И мне это понравилось. И мен действительно өзімді анандай в своей тарелке сезіне бастадым. Сосын кеше Диана деген қыз айтып жатырса, мен ақыл айтқанда жақсы көрем, білгірсінген жақсы көрем депші. Бірақ сіз сол бойыңыздағы соның өзі потенциал да. Сол потенциалды сіз пайдаланып жатқан жоқсыз да. Сіз ойлайсыз, ой қойшы, не көп психолог, не көп коуч көп кетті, мен зачем деген сияқты да. Бізге это так кажется, что көбейген. На самом деле көбейген жоқ, өте аз. Қазақстанда өте аз мамандар, психолог, даже там хотя бы бір жақсы оймен бөлісетін адамдар өте аз. Сондықтан жетіспейді, былайынша айтқан кезде ше, керек, өте керек. Себебі дұрыс емес сана қазіргі таңда өте қарқынды қалыптасып келе жатыр. Гомосексуалдар, транстар, ондайлар көбейгенше, почему бы дұрыс бағыт-бағдар беретін, әйтеуір бір ауыз болса да жақсы сөз айтатын жаңағыдай эксперттер көбеймеске, просто өзінің ойынмен бөлісетін адамдар көбеймеске. Неге көбеймеске? Бір адамның болса да санасын, сіздер де ертең мүмкін бүгін бастарсыздар, мүмкін кейін бастарсыздар, мүмкін айналаңыздағы адамдардың өзіне бір ауыз болса да санасын, бір установкасын, бір өзіңіздің бір аузыңызбен, бір ауыз сөзіңізбен бір ғана ойды өзгертудің өзі өте үлкен нәрсе, үлкен өзгеріс біздің елімізге, біздің халқымызға. Сондықтан просто сіздегі бар потенциалды сіз өшіріп, біреуге ақыл айтқанды, біреуге айтқанды, ұнайды ғой сізге, прям ұнайды да, сізге сұрамаса да айтасыз да, бірақ керек емес адамға айтасыз да. Сіз тиктокқа шықсаңыз, уже сіз керек адамға шығасыз деген сияқты да. Уже керек адам сізден алып алады, өзі сұрайды, өзі ізденеді да. Жібек айтты, оказывается, шықсам мен шығады екен, оказывается, болады екен деген сияқты. Сол үшін не істейміз, шығамыз, айтамыз, барын айтамыз, немесе басқа қандай потенциал бар. Күшті саталасың ба, пожалуйста, шық. Жаңағы зат сат, басқа нәрсе сат. Бір қолыңнан бір күшті нәрсе келе ма, құнсыздандырма оны. Тігу, торт пісіру деген сияқты. Себебі ақша табу нишаға байланысты емес, ақша табу сенің ішіндегі потенциалды ашқаныңа байланысты. Торттан миллионер болып жатқан қыз-келіншектер бар, бірақ торт істеп бір тиын таппай отырғандар да бар. Психолог болып миллионер болып жатқандар бар, коуч, эксперт болып миллионер болып жатқандар бар, бірақтан психолог, коуч болып бір тиын таппай отырғандар да бар. Зат, біз ойлаймыз жаңағыдай, салон красоты болса күшті боласың деп. Салон красоты бар, при этом ақша таппай отқандар бар, но сол салада өте мықты көп ақша тауып жатқандар да бар. Ол неге байланысты? Ол адамның ішіндегі просто анандай неге беріп, плывучий режим дейді ғой, кемені, просто өзіңнің сезімдеріңді плывучий режимға беріп, просто ойыңа не келіп тұр, сезіміңе не келіп тұр, сол нәрсені жасау арқылы сен үлкен нәтижеге жете аласың. Хорошо? Ал бізде не істейміз, ой, анау не дейді, мынау не дейді, жұрт не дейді, қой құрсын, жұрт істеп жатқан, например, бір нәрсе сатып жатыр екен, анау мен де соны істейін, Каспий істеп жатыр екен, біреу соны істейін деген сияқты. Бір адамдар сөйлеу жағынан мүлдем жоқ болады. Сөйлеу жағынан, олар технический адам болып бөлінеді, кейбір қыз-келіншектер, олар бір нәрсені жасап отырған, монтаждаған ұнайды. Бір адамдар, бір жаңа қыз-келіншектерге компьютер программа жасау, әйтеуір бір сондай бір технический моменттер. Ал ол жұрттың бәрі сөйлеп жатыр, мен де сөйлегім келеді деп өзінің мына жағындағы творчествосын жауып сөйлеуге ұмтылып жүреді да. Не надо олай. Просто сен почувствуешь, что у тебя есть. Бүгінгі бірінші тапсырма, бүгінге бірден берейін, бірінші тапсырма. Сізге не ұнайды? Просто жазасыздар. Маған чатқа жібересіздер, міндетті түрде. Не ұнайды? Неважно там
просто тамақ жеген ұнайды. Вот не ұнайды, я сізге? Вот көп қыз-келіншектер өзіне не ұнайтынын да білмейді да. Вот не ұнайды сізге? Вот байқаңыз, бүгін бір күн бойы байқаңыз. Қайырлы таң, Айдына ханым, эфир сақталады ғой? Сақталады, әрине. Сізге, мысалға, просто маған, например, тамақ істеген ұнайды. Тамақ істегенде мен торт, ондай нәрсе жасаған ұнамайды. Маған именно второе бар ғой, даже сорпа жасаған ұнамайды, маған второе жасаған ұнайды да. Я в этом наслаждаюсь. Например, да, тамақ жасаған ұнайды, тамақ жеген ұнайды, там, анандай қылып отырып, бәрін нетіп, анандай өзім наслаждаться етіп, сериалымды қойып қойып, великолепный вегімді қойып қойып, наушнигімді тағып алып, бәрі кетіп қалғаннан кейін, ана чай құйып отырасың, отырсып тамақ жей алмайсың, или там ананы алып келген, мен тамақты потом жеймін да, уже маған не важно, анау не дейді, мынау не дейді деген нәрсе. Просто өтіп отырып, бала шағамды ата-енеме бер жерем да, ар жаққа өздері тамақ жеп болғаннан кейін, и өзім рахаттанып отырып, асықпай, бұлдырап отырып тамақ жеген ұнайды да, например, маған. Тағы не ұнайды? Просто следите за собой, на самом деле не берет удовольствие, соның барлығын жазасыздар. Монтаждап отырған ұнайды, или бітіп, сосын еще мынандай нәрсе ұнайды. Полный голый шешім тастап, көрпенің астында бітіп жатқан ұнайды. Например, соның барлығынан потенциалды шығаруға болады. Бүкіл сенің ұнайтын нәрселеріңді жазасың. Я, это как минимум там 15-20 болу керек та, и соның ішінде бір потенциалды ашатын бір дүние шығады. Мысалға бір эстетика ұнайды біреулерге, я, сол эстетика арқылы бір келіншектер бір жақсы көреді, анандай әдемілікті, бір эстетика, эстетично, бір вау деген нәрсе ұнайды біреулерге, я, бір әдемі болып тұрған біреулерге бітіп отырады да өзі бітіп, әшінен бітіп қарасаң, бір келіншектерге бітіп мән беріп қарайтын болсаң, отырады да, бітіп, мынаған бітіп, мынаны ұйқастырып қойып, соған қарап отырады, оны өзі осознавать етпейді да. Оған андай әдемі бір эстетика ұнайды да. И ол жерде просто сол эстетика арқылы, например, ақша табуға болады да. Мысалға Жолдақ болады, тоже эстетика ұнайды да, и просто эстетично сторис жасау арқылы ақша тауып жатыр ол, болды. Понимаете? Сол сияқты әр адамның ішінде мықты қабілеттер бар. Ақыл айтқан ұнайма, біреу саған айтқаны, біреудің саған вау деген ұнайма, пожалуйста, пользуйся этим. Просто не анандай керек емес руслаға емес, керек емес бағытта емес, керек бағытта қолданамыз, хорошо? Енді яғни женственность арқылы удовольствие алып отырып, не істейміз? Ақша табамыз. Мужской энергия арқылы біз денсаулықпен расплачиваться етіп, напряжениемен табамыз ақша. Но ол жерде сен, оно того стоит ли? Оно того стоит ли? Понимаете? И анаған докажу, ана кредит, ойбай, анау не дейді, мынау не дейді деген нәрсем бар ғой, напряжение деген.